құрметті әріптестер, бүгінгі семинарымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен физика пәнінің мұғалімі Аркемжанова Айнұр Аралбаевна өзімнің іс тәжірибеммен қысқаша бөлісетін боламын. Іс-әрекеттегі зерттеу жұмысының ерекшеліктері. Іс-әрекетті зерттеудегі менің негізгі мақсатым оқушыны есеп шығаруға, формуланы қорытып, физикалық тілде сөйлеуіне ынталандыру. Осы мақсатты басшылыққа ала отырып, іс-әрекеттегі зерттеу жұмысы аясында проблеманы зерделеу, шешу жолдарын анықтау және нәтижені талдау. Күтілетін нәтиже оқушы өздігінен тапсырмаларды орындай алады, өз ойын еркін жеткізе алады, сабақта қызығушылығын артады. Қазір соңында осы мақсатқа қайта оралатын боламыз сіздермен. Мен тәжірибемде іс-әрекетті зерттеу кезеңдерін жалпы проблеманы анықтаудан бастадым. Менің проблемам оқушының қорқынышын жою, қызығушылығын арттыру, сыныпта еркін сөйлеуін дамыту. 8-ші сынып оқушысы Еңсенова Ардақпен жұмыс жасадым 3 ай аралығында. Осы іс-әрекетті зерттеу кезінде ең алдымен осы проблеманы мен оқушыдан байқадым. Сабақта өзінің қорқынышы болды, жауап бергенде қиналатыны болды, қызығушылығын арттыру, проблеманы айқындап алдым да жеке жұмыс жоспарын құрып алдым. Деректерді жинақтадым, яғни оқушының ата-анасымен тікелей байланыста болдым. Сұхбат жүргізіп отырдым, деректерді түсіну, оқушының оқу үлгерімімен, сынып жетекшісімен тығыз байланыста болдым. Нәтижелерді бағалап, әр сабағымда кері байланыс беріп отырдым. Іс-әрекет барысында оқушымен жұмыс барысын 3 деңгейге бөлдім. Бірінші диагностика және анықтау деп аталады. Бұл жерде сауалнама, сұхбат, диагностикалық тестіде. Қазір кеңінен тоқталатын боламын бұларға. Екінші әдіс-тәсілдер деп екінші кезеңді бөлдім. Яғни оқушымен жұмыс барысында әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану, оқушыға жеке бағдар беру. Үшінші тақырыптық жоспар, пән бойынша тақырыптық жоспармен жұмыс жүргізу. Енді осыларға жеке-жеке тоқталатын болсам, бірінші диагностика және анықтау деді. Оқушыны мен логикалық тапсырмалар беру арқылы оқушының шығармашылық қабілетін кеңейтуге, қызығушылық деңгейіне тапсырмалар беру арқылы диагностикамен анықтап алдым. Екінші, өздеріңіз көріп отырғандай, зерттеу барысында әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану, оқушыға бағыт беру деп атадым. Бұл жерде мен біраз әдістерді қолдандым. Бірінші идеал әдісін қолдандым, яғни бұл әдіс арқылы оқушының өз бетімен іздену қабілетін арттыру, игерілетін мәселені анықтау, дұрыс тәжірибені көрсетіп тұжырымдау, есептерді шығару, анықтаманы айқындау, логикалық тапсырмаларды орындату. Екінші, креативті ойлау және болжам жасау әдісі деп аталды. Яғни бұл жерде физикадан заңдардың болашақта қалай өзгеретінін талқылау. Қазіргі таңда біз мәтіндік тапсырмалармен көп жұмыс жасаймыз, өмірге бейімдейміз, оқушының функционалды сауатын тапсырмаларды арттырамыз. Яғни креативті ойлау, болжам жасау әдісі бойынша осы тапсырмаларды оқушыға көбірек сабағында ұсынып отырдым. Үшінші есептер шығару әдістемесі дедік. Логикалық тапсырмалар, график бізде сызба, кесте арқылы оқушыны есептерге бейімдеп үйретіп отырдым. Эксперимент әдісі енді бізде физикада қызықты тәжірибелер өте көп. Және менің зерттеп отырған оқушым 8-ші сынып физик мұғалімдер әріптестерім біледі. Физикада 8-ші сыныпта өте көп тәжірибелер бар. Бізде Ом заңына байланысты сұлба құрастыру деген сияқты эксперимент әдісін көп оқушымен қызықтыру үшін орындап отырдым. Енді үшінші кезеңім, айтып кеттім, тақырыптық жоспар деп аталды. Пән бойынша тақырыптық жоспармен жұмыс жүргізу. Яғни физика пәнінен жеке оқу бағдарламасын құрып алдым. Сол жерде атқарылатын жұмыстың түрлері. Теориялық жұмыс деп айтамыз. Бұл жерде логикалық ойлауын, есеп шығару барысында формуланы түрлендіру, дағдыларын дамыту оқушының, мәтінмен жұмыс, кесте, формуланы сәйкестендіру, қызығушылығын арттыруға арналған жұмыс, жаңа материалға байланысты тапсырма, жаңалықтарды талдау, эксперименттік және зертханалық жұмыс. Енді әріптестер жоғарыда мен мақсатқа қайтадан оралғым келіп тұр.
мынау жұмыс барысындағы оқушымен жаңа тәжірибе жасаған кездері түскен суреттеріміз. Мақсатымыз оқушыны есеп шығаруға, формуланы қорытып, физикалық тілде сөйлеуге ынталандыру дедім. Яғни осы мақсатқа жеттім деп ойлаймын. Қорыта келе, шәкірт нығырлай беретін ыдыс емес, керісінше тұтандыруды талап ететін шырақ демекші. Оқушылардың жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту және оларды шынайы өмірдегі дара тұлға етіп дайындау, яғни мектеп ұстаздарының басты мақсаты деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.